Ахмет Байтұрсынов иненің түбіндегі шошқа. 3-ші сынып оқушысы Қаласқарова Нұрайым. Түбінде бір еменнің шошқа келіп, жемісін жерге түскен жеді теріп, тойған соң келістіріп ұйықтап ал, еменнің түбін қазы тұра келіп. Сол уақытта сөз айтады, ағаштың басындағы құзғын көріп, тамырын қазып ашып тастаған соң қалмай ма емен қурапсың деу. Қураса қурайды деп қиналмай көп, қурамай тұрған немене ол сеп. Қурасын маған салса күйіп кетсін, қиналмай ма оның үшін уайым жеп. Құдайым жемісінен айырмасын, қылатын мені семіз тек осылар ғой. Сол уақытта күңіреніп сөйлейді емен шошқағай. Ей шіркін, жақсылықты білмей тұғын, білсен сен не бетің бар ай тұғын. Жоғарға қарай алсам білер едім, шығатын жемістен қайдан жей тұғын. Дүниеде түрлі адамдар бар, жақсы мен арасында жамандар бар. Ғылымды пайдаланып отырса да, сезбейтін сол пайдалы надандар бар.